Баршаңызға сәлем достар, сіздерді каналымда қош көрдім. Бүгін қарапайым көрінгенмен сіздердің жүректеріңізді жаулап алатын әйгілі лимонды меренгалы тарт дайындаймын. Ортасында қышқыл лимонды начинка, үгітілмелі қамыр және тәтті меренга бір-бірімен керемет үйлеседі. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерді ұн, қант ұнтағы, ванилин және шымшым тұзды салып араластырып аламын. Тоңазытқыштан алынған салқын кесілген сары майды салып қолмен үгітемін. Немесе бұл процесті жеңілдету үшін блендерде де салып жасасаңыз болады. Бір келкі ұнтақ дайын болғанда сарыуыздарды қосамын. Бұлардың ақ уызын алда меренга үшін пайдаланатын боламын. Ендігі мәселе үгітілмелі қамырмен жұмыс жасаудағы ережені ұмытпаймыз. Яғни ұзақ қолмен илеп тұрудың қажеті жоқ, жай ғана тезірек мыжып, қысып бір ортаға келтірсек болды. Дайын қамырды бірден жаюға жіберемін. Кейінірек противенге орналастыру оңай болу үшін бірден пергаментке кішкене ғана ұн себелеп жайдым. Тартты мен 24 диаметрлік формада жасадым. Одан кіші де формаға жасауға болады, тек тартыңыз кішкене биігірек болады. Қатты жіңішке қылып жаюдың қажеті жоқ. Мен жарты сантиметр қалыңдықта жайдым және бірден формаға орналастырдым. Қамырды дәл ортасынан алатын болсаңыз, жандары бірдей болады. Менде бір жаны қалың болып кеткендіктен сол жерден қамырды алып, жұқа жерлерін толықтырдым. Өткір пышақпен жандарын кесіп, қалдықтарын қайта жабыстырдым. Және де ең соңында стаканның көмегімен барлығын тегістеп шықтым. Енді дайын қамырды 30 минутқа тоңазытқышқа жіберемін. Ол уақытта начинка дайындаймын. Ол үшін лимонның согын және цедрасын аламын. Енді ыңғайлы ыдысқа лимонның согын, цедрасын, 2 жұмыртқа және де 1 сарыуызды саламын. 1 банка сгущенка. Мүмкін болса сгущенканың табиғи, яғни құрамы тазасын таңдаған дұрыс. Барлығын бір келкі етіп араластырамын. Жақсылап салқындаған қамырды тоңазытқыштан алып, барынша өте жиі етіп табанын тесіп шығамын, себебі пісу барысында табаны көтеріліп кетпес үшін. Алдын ала қызып дайын тұрған пешке 10-15 минутқа жіберемін. Менің пешім қатты қыздыратын болғандықтан 8 минутта дайын болды. Шамалы ғана беті қызару керек, жандары яғни. Енді начинканы бірден құйып пешке қайта жіберемін. Мүмкін болса форманы сыртқа шығарып қойсаңыздар да болады. Шамамен 15-20 минут аралығында бақылаңыздар. Шығарар алдында форманы дірілдетіп көріңіздер. Егер ортасы сәл дірілдеңкіреп тұрса, ол дұрыс деген сөз. Шығарып суытуға жіберемін. Пирог толығымен суығаннан кейін ғана меренга жасап бастаймын. Ол үшін ешқандай майсыз, таза, құрғақ ыдысқа ақ уыз бен шымшым тұзды салып, миксердің ең төменгі жылдамдығында шайқап бастаймын. Менде тоңазытқышта артық 2 ақ уыз болған, соны да қоса салдым, сондықтан менде көлемі кішкене көбірек. Масса жақсылап көпіргеннен кейін қантты 3 ретке бөліп саламын. Алғашқысын салып, жақсылап қант ерігенге дейін миксердің жылдамдығын ұлғайтып араластырамын. Шамамен 1 минуттай араластырдым. Қанттың екінші бөлігін салып, тағы да араластырамын. Үшінші бөлігін салдым. Масса өздеріңіз көріп тұрғандай қоюлана бастады, өзінің формасын ала бастады. Яғни бетінде пайда болған узорлар қайта сіңіп кетпейді. Нақты дайын болған тексеру үшін ыдыста төңкеріңіздер, сонда масса өзінің орнында қалу керек, ешқайда сырғанамайды, жылжымайды, ақпайды. Енді меренганы жақсылап суыған тарттың бетіне орналастырамын.
Қаласаңыз кондитерлік қапқа құйып, өзіңіздің жақсы көретін насадкаңызбен орналастырып шығуға да болады, олай да әдемі. Немесе мен сияқты жай бетіне қойып, қасықты жабыстырып қайта алып, осындай ретсіз оформление жасадым. Ең бетінен горелкамен күйдіріп шықтым. Егер мен сияқты горелка пайдаланатын болсаңыз, жақсылап барлық жеріне тигізіп жасау керек, себебі қатты құрғамаған жерлерінде кейін сулары бөлініп кетуі мүмкін. Ал егер горелка болмаса, духовкада 100 градусқа үстіңгі бөлігіне жақындатып 15 минуттай кептіріп аласыздар. Бетін жалбыз жапырақтарымен әсемдедім. Қаласаңыз жидектермен әсемдеуге болады, немесе дәл осылай өз күйінде қалдырсаңыз да өте әдемі. Құрамдардың нақты мөлшерін әдеттегідей видеоның төменгі жағында описание бөлімінде жазылған. Міндетті түрде каналыма тіркеліп қойып, және қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар, себебі әр аптада өте дәмді, оңай әрі ерекше тағамдардың рецебін көре аласыздар. Барлықтарыңыз асыға күтіп отырған тарттың ішкі дүниесін сіздерге көрсетемін. Табанда үгітілмелі қамыр, ортасында кішкене қышқылды лимонды начинка және тәтті меренгі бір-бірімен керемет үйлеседі. Жолдасымды есінен тандырған пирог, яғни оған өте қатты ұнады. Егер сіздердің есінде жолдастарыңызды есінен тандырған рецепттер болса, міндетті түрде комментарийда менімен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видео сіздерге ұнады деп үміттенемін. Видео ұнаса лайк басуларыңызды естеріңізге саламын. Ол менің каналыма және маған өте үлкен сіздердің қолдауларыңыз. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Көріскенше.